Қалайсыздар, достар? Сіздерге қысқа осындай көкөністерді сақтау әдісін ұсынғым келеді. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап қойыңыздар. Ең алдымен көкөністің барлығын жуып тазалап, алдын ала дайындап алдық. Енді барлығын осылай видеода көргендеріңіздей орташа көлемде турайтын боламыз. Бізге керекті көкөністер тәтті бұрыш, сәбіз, сарымсақ және қызанақ. Қыста сорпа дайындаған кезде керемет дәм береді сорпаңызға. Барлығын осылай салып жіберетін боласыздар. Екінші көкөністі турап жатырмыз. Бізде сәбіз кішкене ұзақтау піседі. Сол себепті осылай 4 бұрышты қылып турап аласыздар. Барлығын жақсылап турап дайындап аламыз. Сарымсақты да, қызанақты да барлығын жақсылап турап аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай барлығын турайсыздар және қатырасыздар. Қызанақтарды мінекей мен ірілеу қылып жатырмын. Сорпаға қайнаған кезде өзі езіліп кетеді. Осылай міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Өте жақсы, ыңғайлы және қыста бірден алып сорпаңызға салып жібересіздер. Турап және де сатып алып қажеті жоқ. Енді тоңазытқыштыңыздың тартпасын осылай босатып алдын ала дайындап алдық. Барлығын астына орналастырып жатырмын. Мінекей тәтті бұрыштарды сіздер бірінші қызанақты салыңыздар. Қызанақ суылау болғасын, кішкене жабысып қалуы да мүмкін қағазға. Сол себепті астына салып жіберіңіздер. Екінші сәбізді орналастырдым. Қағаз, тағы да қағаз қойдым. Қалыңдап салсаңыздар да болады қағазда. Неге қызанақтарды орналастырдым. Сарымсақты орналастырғаннан кейін тартпамызды тоңазытқышқа салатын боламыз. Бір күнге қалдырдым, қатып қалады. Содан соң барлығын босататын боламыз. Бір күн тұрғаннан кейін бұны алып, мінекей барлығын жақсылап түсіреміз. Осы тартпаның ішіне түсіре береміз. Қызанақты, сәбізді, тәтті бұрыштарымызды барлығын түсіріп болғаннан кейін жақсылап бірге араластырамыз. Осындай сорпаға салатындай етіп, мен бөлек-бөлек салафанға салып қойып жатырмын. Дәл осылай өлшеп алдым, барлығын бірдей қылып, менде 5 кеседей шықты. Сіздерге де осылай жасауға кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осылай қайтадан тоңазытқышқа салып тастайсыздар. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз.